бүкіл проблемаға алып жәннаттың тілі қалған жоқ. Менің ойымша бірінші иншалла жәннатқа барайық, сосын бірдеңе қылып тіл табысамыз. Болмаса бірде аудармашылар тауып алармыз деп ойлаймын. Негізінде, бұл кейбір кездерде уағызшылар айтып жатады, діндарлар айтып жатады, жәннаттың тілі арабша болады деген жаңа пайғамбардан сөз жеткізіп жатады. Менің ойымша, Алла тағала жәннатқа жеткізген құлына тілді игерту қиын дүние емес деп ойлаймын. Адамның санасында, басында әртүрлі программалар бар деп ойлаймын. Құдай тағала бәрімізді бір тілде сөйлетуге құдірет жетеді деп ойлаймын. Сондықтан оған уайымдаудың қажеті жоқ. Жәннаттың тілі жақсылықтың тілінде болады, жәннаттың тілі тақуалықтың тілінде болады, жәннаттың тілі мейірімнің тілінде болады. Сондықтан Құранның пайғамбардың хадисі бар, арабтың араб еместен артықшылығы жоқ. Арабтың басқалардан артықшылығы жоқ, оның артықшылығы тек қана тақуалығында, тазалығында деген. Сондықтан да Құдайға жақын болсақ, иншалла жәннатқа барсақ тіл табысамыз ғой деп ойлаймын.